Саламатсыздар көрермендерім, бүгінгі видеом Вьетнам бальзамының пайдасы туралы болмақ. Ал келесі видеомда аспириннің қолданылуы жөнінде айтылады. Алдымен денсаулыққа пайдалы видеомды өткізіп алмас үшін каналыма тіркеліп қойыңыз. Вьетнам бальзамы 1980 жылдары Вьетнам бальзамы деген атпен даңқы шыққаны белгілі. Ол сыртында 5 жұлдыз суреті бар вазелин құтысындай ғана ыдыстағы май. Әсіресе оны бас ауыратындар жиі қолданатын, сырқырауын саптайды деп мақтап жүретін. Бұл бальзамның атауы алтын жұлдыз. Ол бірнеше өсімдіктің эфир майларын біріктіретін кристальды ментолдан тұрады. Сонымен қоса, құрамында камфор майы, жалбыз, эвкалипт, қыша майлар бар деп жазады Ауырмаңыз газеті. Олар ағзаны суытып, жергілікті жүйке талшықтарын тітіркендіріп, қан айналымын күшейтеді. Сол арқылы жарақатты жазады, қабынуға қарсы әрекетін күшейтеді. Тіс ауырғанда алтын жұлдызды саусаққа, бас бармаққа, қара құс жаққа жағады. Бас ауырса, әсіресе суықтағанда, стресске ұрынғанда, қатты шаршағанда, оны самайға, қара құсқа жағады. Ол ауырсынуды басады. Себебі құрамындағы майлардың тыныштандыратын, сергітетін қасиеті бар. Сондықтан оны бас айналғанда да қолдануға болады. Невроз, стресс кезінде оның бірнеше тамшысын жылы ваннаға қосып шомылу керек. Шаршау мен мазасыздануды басады. Жүктерді басу үшін оны самайға немесе кеудеге сіңгенше жағады. Ингаляцияға да қолдануға болады. Оны ангинаға қарсы қолданса да шипалы. Радикулит кезінде де оның пайдасы бар. Ауырған жерге сіңгенше ысқылау керек. Күніне 2-3 мәртеден бірнеше ай бойы қолданса болады. Аяқ-қол домбыққанда, аяққа күс пайда болғанда майды проблемалы жерлерге жағады. Бірнеше ай бойы күніне 2-3 мәрте жағып тұру керек. Бұлшық етті, буынды ауыртып, соғып алғанда ауырсынуды басу үшін соққы тиген жерге сіңгенше ысқылау керек. Бүгінгі видеом осындай. Бүгінгі видеом ұнаса лайк басып пікір жазуды және достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Келесі видеоға дейін сау болыңыздар.